Маған жақында төмендегіше сұраулар келді. Шерін, бүткіл бір төлемлі курста оқытатұғын білімлерді бейпыл тәртіпте беруден мақсат недені барады деген. Құрметлі бақылаушы, келем сіздерге де дүния жүзік финанс базарларында сауда қылу, яғни трейдингі бейпыл курс жөркемлестіріп, үйретуден мақсат қандай болғалығын түсіндіріп өтіп кетемін. Жеке жойбарым инвестом арқалы осы күнге шекемгі алған мүддеттегі тәжірибелерімді, білім қамқорлық білерімді сіздерменен бөлісуді ниет еткен едім. Сондықтан да бұл жойбарда бейпыл сабақлықлар проектін істеп шықтым, һәм қазіргі күнге шекемгі мүддетте бұлардың сізге екі бөлімін ұсындым. Осы екі бөлім есе халқымыз тарапынан жылы нәсибетпенен күтіп алынғалығы, әлбетте мен үшін жүдә үлкен қолап қуатлау болды. Қазіргі күнге шекемгі мүддетте де ешбір қарақалпақстандықтар үшін бұннан мақсатты тәртіпте пайдалануға ешқашан кеш емес. Демек керек сіздерге және бір мәрте бейпыл сабақлықлар жойбарының мақсаты хақында толық түсіндіріп өтіп кетемін. Бұнда сізді дүния жүзік финанс базарлары һәм оларда дарамат көру жоллары менен таныстыру, һәм халқымыз ортасында қарақалпақ тіліндегі бейпыл ресурслар санын көбейтіп, бұл тарауға қызығушы адамдарды қолдап қуатлау, һәм Қарақалпақстанда бұл тараудың дұрыс және бір мәрте айтамын, ахметлі болын, дұрыс тәртіпте өсіп рауажлануына өз үлесімді қосудан ібарат болады. Бұндай жандасу бәлкім қоңсы мемлекеттерімізде сақланған Өзбекстан һәм Қазақстан сияқты мемлекеттерде әлі қашан бастап жіберілген болса да, бірақ осы күнге шекемгі мүддетте ешбірі бейпыл курс жөркемлестірмепті. Курс деп құлақларыңыз үйреніп қалғанлығы табиғи, ал бірақ бейпыл курс атамасы несі? Инвестом Қарақалпақстаннан бастап тарихта қалдырамыз. Айне сонда хақиқи жандасу, басекі пайда болады, һәм халқымыз есе хақиқи трейдерларды түсініп, аңлап, ашықтан-ашқара көріп бару имканияты нәтижесінде өз білім һәм көлік білерін жетілістіріп алады. Мақсат тек қана комфортты тәминлеп, курс сатудан, немесе соннан пайда алудан бәрат болып қалмайды. Сол арқалы әрбір адамда өздерінде дұрыс таңдау қылу имканияты пайда болады. Бұны қолдап қуатлау һәм дұрыс таңдау қылу есе, азиз бақылаушылар, сіздердің қолыңызда.